Сәлем көрермендер, сіздерге демде дайын болатын, небәрі 30 минут уақытыңызды алатын осындай жұмсақ балды торттың рецептін ұсынамын. Бұл торттың ерекшелігі қамырын жайып отырмайсыздар, тез дайын болады, 30 минут уақытыңыз ғана кетеді. Жұмсақ, мамықтай, ең ұнайтыны үйде қарапайым заттардан жасалынатын балды тортты сіздер де жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Сүтімізге кукурузный крахмал, қант, жұмыртқаны салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді осы массаны газға жай отқа қоямыз. Қатты қойсақ, асты күйіп кетуі мүмкін. Осылай қайнай бастаған кезде жақсылап араластырып тұрыңыздар. Оның үстіне енді сары майымызды салып, оны ерігенше жақсылап араластырамыз. Осымен креміміз дайын, оны бөлек ыдысқа құйып қоямын. Тез суы үшін осылай бетін жауып көп қоя тұрамыз. Осымен креміміз дайын, өте қою, әдемі болып шығады. Енді балымыздың үстіне сода қосамыз. Жай отта осылай қозғап отырып, балымызды қоңырқай түске енгенше араластырып тұрамыз. Үстінен сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. 5 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Оның жылы мұздай болуы маңызды емес. Үстінен қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді бағанағы балды массамызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды дайындап, осылай ситаның көмегімен ұнымызды өткізіп, барлығын біркелкі қою масса пайда болғанша араластырамыз. Және бір қасық разрыхлитель салып жіберуді ұмытпаңыздар, сода қоссаңыздар да болады. Енді ұнның екінші бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осыны теңдей болу үшін мен 4 бөлікке кесеге салдым. Және какао салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады, міндетті емес. Енді 4 бірдей ыдысымызға құйып алып, әсел пештің формасына біркелкі етіп, жұқа етіп жайып шығамыз. 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осындай жұмсақ корждарымыз шықты, шеттерін кесіп, біркелкі етіп кесіп аламыз. Бізде 4 коржымыз бар. Осының арасына бағана заварной кремімізді теңдей етіп бөліп салып, мен 3 толы қасықтан салдым. Осымен 4 коржымызды үстіне қойып, балды тортымызды жинаймыз. Достар, бұдан да күшті рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Және осы балды тортты міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Қалай шыққанын маған комментарийге жазсаңыздар, мен де білгім келеді сіздерде қалай шыққанын. Енді сыртында осылай крошка қылып алдым. Шетінен кескендерінен осымен балды тортымыз дайын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.